Қараңыздар, мынау жүріп жатыр. Бұл әр болған сайын сіздердің денеңізді азайта беретін болған балаларыңыздар. Түсінікті ғой, енді мен сіздерге көпшілік түсіндіріп кетейін. Мына екі топқа бөліп алыңыздар, бұл бізде бағалау парады болады. Мен сіздер әр қайсысының жауап берген сайын bir baldan belgilep отыратын боласыздар. Үш күн емес, қазір фломастермен белгілейтін боласыздар. Түсінікті ғой? Лақтырмайын, жәйекті ұстап тұрыңдар. Ben жарысын алыңыздар, жарысын алыңыздар. Қараймыз бәріміз. Мен қолына не көріп тұрсыздар оқушылар? Мата. Ал енді біз жалпы тарихта біздер мата деген негізі сөз кездеседі. Ол қандай тақырыппен байланысты деп ойлайсыздар? Яғни жібек жолымен. Жібек жолын сіздер бұрын соңды өтіп бердіңіздер? Қандай ақпарат көреміз қайда? Кім қосады? Қанекей, тұрасыздар, шуламаймыз, тек қана қол көтереміз. Қараңыздар, сіздер шығыс тобы боласыздар, сіздер батыс тобы. Кім бір сұраққа жауап береді, мен соған бал қосып отырамын мына жерде. Түсінікті ғой? Кейін қай топ жеген, сол топқа қосымша балдар болады. Мына жердегі балдар жейді. Түсінікті ғой? Хорошо. Олар осы бастайық. Қанекей, кім айтады шығыс тобынан? Айтамыз. Жібек жолы батыс пен шығысты байланыстырады. Жібек жолы батыс пен шығысты байланыстырады. Дұрыс па? Хорошо. Келесі. Кім қосатып көріп? Жібек жолында өсірсе, жібек мата, жібек құлматасы көптен саудаға болған. Және бұл аяқта көптеген сауда жұмыстары өткен. Және де көптеген заттар сатылған. Және ол жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырып сауда жолына келген. Жарайсыз. Жақсы білдіргенсіз. Бұл батыс тобы, Хорошо, келесі кім қосады негізі? Жалпы ол жібек жолы. Ол Қытайдан Қытайдағы аққұрт жібек құрт. Жібек құрт. Ол асыратын адамдар. Өсіретіндер. Өсіретіндер. Қазақстанға тасыған. Қазақстанға тасыған. Бұл жібек жолымен тасыған. Дұрыс, ондай ақпарат бар негізі. Хорошо, батыс тобы бір бал қосайық қарда. Қане шығыс тобы? Жібек жолы ол сауда адамдар заттарын құнсаттарын жібек жолында. Яғни жібек жолында құнсаттар сатады. Тағы қосамыз бар ма? Қараймыз. Жібек жолында барлығы саудаласын болғаннан кейін ол жерде жалпы алушылар суретке саудагер болып отырып аңдуға ыңғайлы болған сосын бір аңыз бар. Қырғыз қызы Қытайға барып шаштарын бөліп, сол айрым шашын сондырып әкелген. Хорошо, жарайды, түсінікті. Тағы да шығыс бір бал қостық. Бізде орамай батыс жолынан. Қане? Шығыс жолынан сауда болған жібек жолында. Жібек жолында сауда болған, шығыс жолы ма, жібек жолы ма? Жібек жолы. Жібек жолы, хорошо. Жарайды, пока 3-3 болып тұр енді. Оқушылар енді қараймыз. Жалпы бізде тарих пәні былайша айтқан кезде, ол бүгін тұрған кезде. Ол біздің жалпы ойлауымызды, тыңдауымызды, сөйлеуімізді қалыптастыратын негізі. Яғни біздің өткен шағымызды былайша айтқан кезде үнемі танып біліп отырамыз. Енді сіздердің жалпы осы қасиеттерді дамыту үшін, жалпы тыңдау қасиетін дамыту үшін бірінші біз видео көрсетеміз, ол жібек жолы бойынша. Қазір барлығымыз осы 3 минуттық видеоны тыңдаймыз, бірақ тыңдап отырған кезде дәптерімізге керекті ақпараттарды түртіп отырамыз. Өйткені осы бейнеролик бойынша сіздерге сұрақ болады. Түсінікті ғой? Барлығымыз тыныштығымызда осы видеоны қайтып боламыз. Дайынбыз ғой, дәптер алдық қой бәріміз, саясат тәжірибесінде бұл жолдың әр мемлекет үшін қаншалықты маңызды болғандығын қарастырып, елбасының бастамасымен ұлы жібек жолын өркендету идеясының қалай іске асырылып
Dünyasının ülkenin tarihinin baslı жетістіктерінің бірі ұлы жібек жолы батыс пен шығысты байланыстырған трансконтинентальды трасса. Жібек жолы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзені аңғарындағы аймақтан басталады. Жол Іле өзені мен Ыстық көлге жеткен. Осы жерде жол оңтүстік және солтүстік бағыттарға тармақталады. Оңтүстік бағыт Ферғана, Самарқан, Иран, Ирак, Сирия елдері мен Жерорта теңізінен шыққан. Солтүстік бағыт оңтүстік Қазақстанда Испиджан қаласына келеді. Осында екі тармаққа бөлінген. Біреуі Орта Азияға, екіншісі Түркістан арқылы Сырдарияның төменгі ағысымен батыс Қазақстан арқылы жүріп, Қара теңіздің солтүстік-шығыс бөлігін айналып, Еуропаға кеткен. Ұлы жібек жолы тек тұтыну тауарларын ғана жеткізіп болған жоқ. Сонымен қатар ол рухани мәдениеттің тірегіне айналды. Ол әсіресе музыка, би өнерінде ерекше байқалады. Иран, солды, түрік актерлері Қытайдың хореографиялық мәдениетінің дамуына көп үлес қосқан. Олардың ішінде жасөспірімдер мен қыздар мейлінше әйгілі болған. Әсіресе Ташкенттен келген Иран үлгісіндегі кең көйлек және төбесі сүйір, моншақпен безендірілген биік бөрік киген балалар батыстың секіргіш билерді орындаған. Сонымен қатар ұлы жібек жолының тағы бір маңызы осы жол арқылы жүріп өткен түрлі миссионерлер өз діндерін таратып отырды. Үндістаннан Орта Азия мен Шығыс Түркістан арқылы буддизм, Сирия, Иран, араб және христиан діні, одан ислам келді. Ұлы жібек жолының ең ұзақ бөлігі Орта Азия мен Қазақстан территориясы арқылы өтті. Жетісу жерінен шығысқа шығатын ұлы жібек жолының бірінші бағыты болған. Бірінші бағыт оңтүстік батыс жетісу жерінен өткен. Ол Тараз қаласы арқылы Алматыға жетті. Одан Шелек, Сүмбе, Жаркент арқылы шығысқа кетсе, екінші бағыт солтүстік батыс бағыт. Ол Алматы, Қапшағайдан өтіп, Шеңгелді, Алтынеме, Дөңгелек, Қойылық қалаларын басып өтіп, Алакөл жолымен Жоңғар қақпасы арқылы шығысқа қарай өткен. Үшінші бағыт Қарағандан шығып, Сарқан жері арқылы солтүстік-шығыс Қазақстанға өткен. Бұл бағыт Құлан, Хантау, Айнабұлақ бекеттерін басып өткен. Осы жерге тыңдаған жерді. Оқушылар, тыңдадық па? Керек ақпараттар түртіп алдық па? Кәдімгі жаңа ақпараттың үстіне тағы кім не қосады? Яғни, қазір сіздерге бұл видеода жауабы енді бағыттарын айтып мысалы, қай жерден ол екіге бөлінді? Қане жазғандарыңыз кім айтып береді? Кім қандай ақпарат алды өзіне? Қанекей, шығыс тобы? Ұлы жібек жолы Хуанхэ өзенінен бастау алады. Қазақстан арқылы өтеді. Ұлы жібек жолы тек саудамен емес дүниелерде әкелген. Ұлы жібек жолының ең ұзақ жолы Қазақстан мен Орта Азия жолы. Хорошо. Өздеріңізге белгілеп қойған сұраққа жауап берген оқушылар, егер мен бағанақта бір балл қоссам, өздеріңізге де қосып отырыңыздар бағалы қарауға міндетті түрде. Дұрыс па? Аттарыңыз жазып. Тағы батыс тобынан бар ма жоқ? Видео сәл қиындау болды ма? Онда қараймыз қазір бәріміз. Жалпы біз алдыңғы сабақтарда жалпы біз кубик әдісі бойынша өтетін боламыз. Естеріңізде ме? Кубик әдісі, яғни 6 сұрақ болады оны. Яғни біз барлық жалпы тақырып ашу үшін осы 6 сұраққа жауап беріп жатырмыз, үйренеміз. Естеріңізде ме? Қандай сұрақтар еді ол? Кубик әдісінде? Кім? Иә? Кім? Кім не? Неге? Қайда? Қашан? Иә? Дұрыс. Енді осы 6 сұрақ бойынша сіздерге кубик әдісімен осы ұлы жібек жолына байланысты 6 сұрақ қараңыздар. Мен қазір барлықтарыңыз жазасыздар. Әрқайсында тұрғызып, немесе 3-ші сұрақты, 4-ші сұрағын айтып қойдым. Сол кезде айтып беруіңіз керексіздер. Әнекей 6 сұрақ қойыңыз. Әр адам 6 ма? Иә, әр оқушы 6 осы тақырыпқа байланысты. Осы видеодан көрген ақпарат бойынша. Иә, дәптер орындаймыз. Әңгелі қарап жүрейік.
sizlarga жазып qo'ydim. Kim, nega, qayda, qachon, qalay bo'lsa 6 ta suroq bo'yicha. Albatta, жалпы бұрынғы сабақтарда орындайтынымыздай. 6-оны да дайын болыңыздар. 3 минут уақыт беріледі. Мысалға, Ұлы Жібек жолында кімдер өтті? Мысалға, шығыс тобы, батыс тобына сұрақ қояды. Батыс тобы, шығыс тобына сұрақ қояды. Мысалға, неге Ұлы Жібек жолы деп атады? Өйткені батыс пен шығысты байланыстырды. Дегенде қылып, әрқайсымыз кішкене қиындатып сұрақ қойыңыздар. Өйткені келесі топ жауап бере алмайсыздар, бір балл азайтамыз. Ұлы Жібек жолы ма? Біздің заманымызда 138 жыл. Сұрап жатырмыз ба бәріміз? Иә. Ұлы Жібек жолы 5-ші сыныпта болады. 6-ші сыныпта да Ұлы Жібек жолы жолы практикасы. Онда болсақ, бастайық. Шығыс тобы деген, яғни ода давайте батыс тобы бастасын. Қазір қараңыздар, кубик айналдырамыз. Ол кубиктен қайсысы түсіп, мысалы, екінші сұрақ бізде не? Яғни не бойынша сұрақ қоясыз? Түсіп тұр шығыстан. Батыс тобы бастайық онда. Батыс тобы. 6-шы сұрақ. Бізде 6-шы сұрақ қалай? Яғни қалай деген сұрақ қоясыздар шығыс тобынан. Қане кім қояды? Айтып қосылығы, алдауында бітіріңіздер. Және, жеңіс қосын қашан деген сұрақта. Иә, қане шығыс тобы тыңдаймыз. Ұлы Жібек жолы қашан пайда болды? Ұлы Жібек жолы қашан пайда болды? Иә? Яғни біздің заманымызға дейінгі 138 жылында. Жарайды. Шығыс тобына 1 балл болса, батыс тобына 1 балл. Келесі, қане шығыс тобы әдейі кейін сұрақтардан қойыңыздар. Балыңыз айтып үшін.